Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет песочный печенье әзірлейтін боламыз. Өте жұмсақ, нәп-нәзік болып шығады. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Видеоны өткізбей, соңына дейін көріп, видеома лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне қант ұнтағын салып, венчиктің көмегімен біріккенше жақсылап араластыратын боламыз. Жақсы араласқан массамыздың үстіне сметанамызды салып, бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді қопсытқышымызды салып, яғни разрыхлителімізді, үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамыр қолға жабыспау керек. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ, қолға жабыспайды. Артық ұн салмаңыздар. Толық рецепт видеоның астына описанияға жазып кетемін. Пакетке салып, холодильникке, яғни тоңазытқышқа 25-30 минут салып қоятын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осы үлкен қамырдан 40 граммнан бөліп алатын боламыз. Әр қамырды видеода да көрсеткендей етіп, домалақ етіп бөліп шығатын боламыз. Міне мен қамырды бөлшектерге бөліп алдым. Әр бөлшегі 40 граммнан таразының көмегімен бөліп алдым. Енді қамырымыздың ортасының салмасына мен грек жаңғағын майдалап алдын ала дайындап қойдым. Сіздер кез келген дәннің түрін салсаңыздар болады. Қойытылған сгущенка салсаңыздар болады, шоколад салсаңыздар болады, творогпен де әдемі болады. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Өте дәмі керемет болады. Видеодағыдай етіп, кесіп, орап шығатын боламыз. Міне бізде печеньеларымыздың бәрі дайын болды. Енді сары уызымызбен сүтімізді араластырып, бетіне жағып шығатын боламыз. Алдын ала духовкамызды 180 градусқа қыздырып, 25 минутта пісіріп алатын боламыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеом ұнаса, видеома лайк қойып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Және де осы видеоға қатысты өз пікірлеріңізді комментарийға қалдыруларыңызды сұраймын. Қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ фуд. Ас болсын.